басталған жоқ. Фильмнің DVD және Blu-ray дискілеріндегі қосымшамаларда сипатталғандай, Аксиома кемесінің бастапқы тұрғындары роботтарды қатыгездікке, бейім корольдік отбасы басқаратын келімсектер болу керек еді. Алайда Эндрю Стэнтон ақыр келімсектермен идеядан бас тартты. 7 жылдан астам уақыт бойы адамдардың ғарыштағы эволюциясының алғашқы тұжырымдамаларының бірі олар желе тәрізді, сүйексіз, аяқсыз, мөлдір жасыл желе тәрізді тіршілік иелеріне айналады деген идея болды. Аксиома жолаушылардың дизайны жасыл желе тәрізді тіршілік иелерінен берік және ақырында үлкен сәбилер тұжырымдамасына қарай өзгерді. Тазалаушы роботтардың қолдарын жасауға арналған үлгілер Pixar студиясындағы дәретхана кабиналарын тұтқаларынан салынды. Фильмнің тизерінде Бразилия фильміндегі Майкл Кэмонның түпнұсқа музыкасының бір бөлігі бар. Майкл Кэмон сонымен қатар Супер отбасы фильміне музыка жазуға қатысты, бірақ ол фильм түсіріле бастағанға дейін өмірден өтті. Валли фильмі жүрек талмасынан қайтыс болған 27 жасар аниматор қызметкері Джастин Райтқа арналған.